Жасөспірімдер арасындағы бұзақылық қоғам үшін өзекті мәселе. Оның себептері мен шешу жолдарын анықтау маңызды. Осыған орай біз тұрғындардың пікірін білетін боламыз. Шынымды айтсам, енді өзі өмірде көргенім, мысалға сол құқық бұзушылыққа көбіне мұғалімдерді кінәлайды. Ең бастысы ол тәрбиеге ата-ана жауапты деп ойлаймын өзім. Өйткені мектептегі бала азаннан түске дейін бір мезгіл уақыт болады да, қайтады да, әрі қарай ата-ана жауап беру керек. Қазір азлы көптілі бар ғой, бұзақылық болып тұр ғой, жаңағы мародерлық қой, жаңағы нелерді сындырып кететіндер, площадьтарда болсын, көшеде болсын, шамдарды сындырып кететін, олар естіп көріп те жатамыз ғой негізі. Оны алдын алуға ішкі істер министрлігінен көп қадағалау керек қой негізі. Я отношусь, конечно, положительно, за порядком надо следить, но мне кажется, надо все спрашивать с родителей. За своих детей отвечают в первую очередь родители. И надо спрашивать, почему они не следят за детьми, что их дети делают, чем занимаются. Если в этом плане будет порядок, я думаю, тогда с детьми тоже будет все нормально. Ата-ана жауап беру керек балаға бірінші. Жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алу бағытында күнделікті рейдтік шаралар жүргізілуде. Жасөспірім балалар түнгі қалада, каникул, мектеп атты жедел профилактикалық іс-шараларды жүргізудеміз. Білім беру ұйымдарында мектеп оқушыларына, колледж студенттеріне түсіндірме жұмыстарын да жүргізудеміз. Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықтың алдын алу әр атаның жауапкершілігі екенін ұмытпауымыз қажет. Баланың тәрбиесі, мінез құлқы және заңға деген құрметі ең алдымен отбасында қалыптасады.